күн қазақ елі. Соңғы уақытта Шымкент қаласында жер дауына қатысты шағымдар көбейіп кетті. Студиямыздың бүгінгі қонақтары кәсіпкер Ахмадиева Камила ханым келіп отыр, және заңгер қорғаушысы Абуов Даулет Тасболатұлы. Қош келіпсіздер. Еліміз әлем бойынша 9-шы орында болғанмен, бірақ біздің елімізде жер дауы тоқтамай тұр. Бұл біздің әкімдікте істейтін қызметкерлердің жерді бәліш құсап сатып, қолдан құжат жасап, қазіргі таңда жер инспекцияларының заңсыз тексерулері мен көптеген заңсыз әрекеттері осындай кәсіпкерлерге кесірін тигізіп жатыр. Соның бірі Камила ханымға 3-4 жылдан бері Камила ханым осылай соттасып жүр екенсіз. Жалпы өзіңізге ыңғайлы тілде ойыңызды ашық жеткізсеңіз болады. Неден басталды, қалай басталды, жерді қалай сатып алдыңыз, содан бастап айтып берсеңіз. Рахмет, Айгүл ханым. Я хочу продолжить на русском языке наш диалог сегодняшний, потому что есть такие вопросы, которые животрепещущие для меня. Я самое главное хочу донести мысль, и чтобы все было с точки зрения, правовой точки зрения, все правильно, поэтому я изъясняться буду на русском языке. В 2016 году я купила аптеку с прилегающим земельным участком и начала свою деятельность как предприниматель. Я вообще преподаю в медицинской академии в нашей, кандидат медицинских наук. Долгое время проработала в академии и начала свою работу. Значит, в 2022 году я взяла через фонд Дому заемные средства на развитие бизнеса и на имеющемся участке построила пристройку к аптеке, медицинский центр, приобрела оборудование, и мы начали свою работу. А в этом же году, значит, я получила на руки извещение о том, что меня приглашают в суд по иску земельной инспекции. Заявителем был НАО «Центр сердца» Шымкент. И начались вот эти мои судебные тяжбы. Все началось с того, что в 2002 году этот участок земли, 2 сотки, был выделен, под строительство аптеки акимом города. В 2004 году его приобрел первый собственник. В 2016 году, через более чем 12 лет, приобрела его я. Қай әкімнің кезінде айтып кетіңізші? Акимом был Жумжаев на тот момент по документам. И я знать не знала и не ведала, что какие-то процедуры были нарушены акиматом. Все сделки по земле в городе решает акимат, он собственник земли. И когда в 2022 году я уже фактически достроила здание, у меня начались судебные тяжбы с НАО «Центр сердца» Шымкент. Я все суды местного уровня выиграла в Шымкенте. Первый суд, апелляционный суд, но земельная инспекция на этом не остановилась и подала протест в Генпрокуратуру о том, чтобы дальше, значит, рассматривалась этот вопрос по моему участку земли. В 2023 году его рассмотрел Верховный суд, но Верховный суд принял неоднозначное решение по данному вопросу. В иске земельной инспекции, которая относится к Минсельхозу, его частично удовлетворить. Отменены договора купли-продажи. Но постановление акима 2002-2004 года, по ним дело производства прекращено. Они закончили свои административные действия, и, значит, их суд не отменил. На сегодняшний день у меня остался живой акт
госакт на землю, акт ввода в эксплуатацию, и все это еще заложено в банке на 60 миллионов заемных средств. Поэтому на сегодняшний день ситуация усугубилась тем, что НАО-центр сердца на этом опять не успокоился. Он подает опять иск о сносе уже моего здания. Кроме этого, параллельно он подает заявление о том, чтобы приостановить все мои действия в отношении этого здания и наложить арест на мою деятельность. Межрайонный экономический суд города Шымкента отклонил этот иск как необоснованный, но НАО-центр сердца Шымкент опять пошли дальше. Они подают в апелляционную комиссию свое заявление о наложении ареста на мою деятельность. Это вопиющее нарушение закона, потому что они не имеют никаких прав вообще подавать подобные заявления и подавать иск о сносе. Кроме того, с 2020 года НАО-центр сердца Шымкента – это вновь созданная организация. Они себя считают правопреемниками кардиоцентра, который был создан в 1999 году, но они не являются собственниками, они не являются правопреемниками, потому что это вновь созданная коммерческая организация в 2020 году. И в 2022 году она подает на меня иски, не являясь на тот момент собственниками земли, потому что сейчас они принадлежат вообще не городу Шымкенту, а городу Астана по их справкам юридическим. Возникает опять резонный вопрос: каким образом имущество города, имущество областного кардиоцентра перешло в частную собственность и вообще перешло в частные руки в город Астана, хотя этот областной кардиоцентр был создан. Сонда түсінуім бойынша кардиоорталық жеке меншіктің қолына өтіп кеткен болып тұр ғой, дұрыс па? Частная собственность, да? Да. Оны кім өткізген екен? Бұны да антикор тексеру керек сияқты. Бұл жерде қалай ол облысқа қарайтын кардиоцентр жеке адамның қолына өтіп кеткені жайлы? Это вопрос за кадром остается. Это вопрос уже Жоқ, открытый. бұл за кадром қалғанмен де бұл антикор қызметкерлеріне қызығушылық тудыру керек. Қалай кардиоорталық облыстың балансында болған, қалай жеке адамның қолына өтіп кеткен, бұны алдағы уақытта антикор Түркістан облысы тексереді деген ойдамын. Қазір сонда түсінуім бойынша сол кардиоцентр қазіргі таңда өздері жеке бола тұра Шымкент қаласындағы сіздің 2 соттық жеріңізге иск беріп жатыр, Да. Я неоднократно обращалась в акимат города Шымкента, к Акиму. Аким меня поддержал в моем вопросе. Я ему за это благодарна. Земельная комиссия уже, земельные отношения, которые являются структурным подразделением акимата города Шымкент, они 17 апреля 2024 года вынесли постановление о том, чтобы по 52 статье пункт 2 Земельного кодекса, что земля от строения неотделима, вернуть мой участок земли мне же. Но пока по неизвестным мне причинам этот вопрос тормозится, и я настаиваю на его скорейшем разрешении, потому что на сегодняшний день наложение ареста на мою деятельность влечет необратимые для меня последствия, которые вообще пагубно скажутся на моем бизнесе. Они его просто уничтожат, мой бизнес, и просто приведут к банкротству. У меня работает коллектив, 21 человек. Они кормят все свои семьи. Я сама единственный кормилец в семье, у меня 2 несовершеннолетних детей, у меня мама пенсионер. То есть возникает вопрос, а как вообще это вообще допустимо, вот такая ситуация, как она до такого пункта дошла? Я неустанно борюсь, я звоню, пишу во все инстанции, я бью во все колокола, и у меня теперь вот выход через соцсети обратиться вообще к властимущим, вообще ко всем, кто, так сказать, болеет душой за свою страну.
Потому что такие вещи вообще не Президентке де үндеу айтсаңыз болады. Себебі Конечно. президент Я обращаюсь тікелей лично. бас прокуратураға, антикор қызметкеріне кәсіпкерлерді қолдаңыздар деп тапсырма берген болатын. Президентке обращение айтыңыз, ол сіздің толық құқыңыз кәсіпкер ретінде. Қалай ол 22 жыл бұрынғы сатылып кеткен жерге дәл қазір сізге бұлай қысым жасап жатқаны? Вот тут еще один вопрос возникает. Почему земельные инспекции, которые относятся к Минсельхозу, такие неограниченные полномочия, которые может подавать иски, которые не входят в их компетенцию, и в их нормативно-правовых актах написано, что земельная инспекция обязана вовремя мониторить все сделки по земле. А вовремя мониторить — это значит, если земля была передана земельный участок, они должны были в тот момент провести этот мониторинг, а не через 20 с лишним лет приходить, и когда уже у человека, так сказать, на все готовенькое прийти и все это просто одним махом, росчерком пера, это все. Шымкент қаласының жер инспекциясына менде сұрақ. Дәл 22 жыл бұрын сатылып кеткен жерде нелеріңіз бар? Мынау тұрған өздеріңіздің көз алдарыңызда ипподром жері, мынау тұрған акиматтың алдындағы жерді сіздер неге қарамайсыздар? Олардың өзі заңсыз беріліп кеткен деп қаншама тіпті мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек күнде шыңғырып айтып жатыр. Оларға келген кезде, үлкен компанияларға келген кезде сіздердің жер инспекциясының күші жетпейді. Тіпті бас прокуратура наразылық білдірген жоқ. Қаншама қоғам қайраткерлері, қоғам белсенділері ипподром бойынша шу көтерді. Жерлердің барлығы заңсыз беріліп жатыр. Жер инспекциясы қайда қарап жатыр? Неге мемлекеттің жерін қорғамайды деген кезде үнсіз отырған жер инспекциясы мен бас прокуратура жай ғана бір соттық, екі соттық жерге келген кезде прокурорлық наразылық білдіріп, қызығушылық танытуының өзі бұл жерде антикор қызметкерлері жұмыс істеу керек. Неге? Жай ғана кішкентай ғана жерге соншалықты қызығушылық білдіріп отырсыздар. Менде сіздің адвокатыңызға сұрақ, Дәулет мырза, мына жерде құжаттарды көріп отырсам, сіздер бірінші, екінші, үшінші инстанцияда бірінші жеңген екенсіздер. Сіздердің тараптарыңызға шығарып берген. Соттар сол кезде жер инспекцияның талаптары негізсіз деген пікір қорытындыға келіп, оларды қанағаттандырудан бас тартқан. Алайда кейін мына жүрек орталығы тоқтамай, жан-жаққа жазып, нәтижесінде бас прокуратураның наразылығымен жоғары сотқа олар наразылық келтіріп, бұл қайта қаралып, нәтижесінде жер инспекцияның талабы толық ішінара қанағаттандырылған. Дәл қазір бұл кісінің яғни жерге қатысты емес, іскерлік, кәсіпкерлік жұмысын тоқтатуға да шешім шығарып берген ғой. Қазіргі таңда мына енді сол жоғары соттың шешімінен кейін жүрек орталығы сол жердің өздері иесі деп есептеп, қазіргі таңда бұл кісі Камина ханымның нысанын мәжбүрлеп бұзуға және соны бұзуға деген сондай талап арыз берген сотқа. Сол талап арызды қамтамасыз ету мақсатында ол заңда көзделген талап қоюшылар талап қою туралы шаралар қолдану туралы арыз бере алады. Сол арызда бұл кісінің қызметіне тыйым салу және басқа да азаматтық құқық іс-әрекеттер жасауға сот, бірінші сатылы сот ондай арызды қанағаттандырудан бас тартқан, алайда олар жеке шағым берген сол ұйғарымға соттың. Ол нәтижесінде Шымкент қалалық соты бұл жеке шағымды қарап, бірінші сатылы соттың ұйғарымының күшін жойып, арызды қанағаттандыру туралы ұйғарым шығарады. Яғни бұл кісінің қызметін атқаруға тыйым салу және де бұл нысанға қатысты қандай да бір азаматтық құқық әрекеттер жасауға тыйым салынған. Бұл жерде айтқым кететін, мына жоғары соттың қаулысы бар, нормативті қаулысы бар. Ол жерде осы мәселелерді қарау жөнінде жаңағыдай талап арызды қамтамасыз ету туралы әрекет қабылдаған кезде соттарға түсіндірілген, қандай да бір сондай талапты қамтамасыз ету шараларды қолданған кезде соттар жеке кәсіпкерлердің қызметін тоқтатуға, оларды банкрот
ұшыратуға әкеп соқтырмау керек делген. Алайда осы заң талаптарына қарамастан бізге де осы мәселе қазір қызық болып отыр. Мына соттың шығарып берген ұйғарымы тікелей бұл кісінің қызметін тоқтатып отыр. Мен осы 25 жыл болды, практикамда ондай болған емес. Естіген емеспін, көрген емес. Осы мына бірінші жағдай. Жалпы жеке бір адамға жасалынып отқан тікелей қастандық қой бұл. Жеке кәсіпкер ретінде қызметін тоқтату. Жарайды, бұл жерге қатысты мәселе, бұл жер дауы да. Бұл кісінің қызметі, кәсіпкерлігі, бұл жерде не қатысы бар? Сол бізге де осы сұрақ қызық болып отыр. Жарайды, ол әрекеттер жасауға, сатуға немесе басқада. Бұл жағда айтып кеттік қой, бұл нысан ешқайда сатылмайды, кетілмейді. Себебі мына банкте кепілде тұр 29 жылға дейін. Оны біз жағда жеке шағымда қарсы пікірде көрсеттік, алайда сот оған мән берген жоқ. Яғни бұл жердің жаңағы ғимараттың 29 жылға дейін банк центр кредитте даму өздері мемлекеттік қой, бағдарлама сол арқылы қаражат алынғаны, яғни сол бойынша ол кредитте тұрғаны барлығын көре отырып сот осындай дүние шығарып беріп отыр ма сонда? Иә, осындай ұйғарым шығарып беріп отыр. Бірінші сатылы соттың ұйғарымы, олар жаңағыда айтып отырмын, бас тартты бұл арызды қанағаттандырудан. Алайда ол ұйғарым біз енді заңды деп есептедік. Берік Асылов мырза, бас прокурор, бізде мысалы мынау жер дауы, ипподром жер дауын алайықшы, бүкіл Шымкент қаласының қоғам қайраткерлері, тіпті мынау Астанаға дейін, президент әкімшілігіне дейін, бас прокуратураға дейін арызданды. Бірақ сол кезде осы жер дауына келген кезде енді ол жерде мынау Асанбай Асқаровтың көзі деп біз қаншама шырылдадық. Сол кезде прокурорлық наразылықты неге білдірмедіңіздер? Сіздер білдіре алады екенсіздер ғой. Сол кезде біздер білдіре алмаймыз, оны сіздер олай арыз жазуға құқыларыңыз жоқ деген еді. Қарап тұрсам, жер инспекцияның құзыреті де көп екен, бас прокуратурада жұмыс істей алады екен. Жеке бір адамға келгенде бас прокуратурада, жер инспекциясы да өте керемет жұмыс істеп кеткені шыны керек таңғалдырып отыр мына жерде. Тіпті жеке бір кәсіпкерді банкроттыққа ұшырататындай ұйғарым шығарып беріп, бұл деген кәсіпкерді қудалау деп ойлаймын. Камила ханым, сізде қазір керемет мүмкіндік осы бағдарлама арқылы. Рахмет сізге қайта осылай келіп айтқаныңыз үшін. Себебі дәл қазір жерге қатысты Шымкент қаласында өте көп заңсыздықтар болып жатыр. Тіпті мынау жер инспекциясы, әділет департаменті, мынау нотариустар сон арқылы көптеген жалған құжаттар жасап, осылай заңсыз іс-әрекеттер жасалып жатыр. Жалғыз сіздің басыңызда емес, бұндай проблема Шымкентте қазір өте көп. Өйткені біздің мынау жерге қатысты мониторинг жүргізіп жатырмыз 2019 жылы. Біз қазір кез келген дүниені алдын алып жатырмыз деп айтады, бірақ дәл қазір мынау Алматы трассасында дәл осындай жерге қатысты мәселе болып жатыр. Ол жақты да шешіп жатқан ешкім жоқ. Бірақ сізге келгенде нақты бүйтіп қадалып тұрып, тіпті бас прокуратура наразылық білдіріп араласып жатқаны енді қызық екен. Енді бұл мен ойлаймын, үлкен бір компанияның немесе үлкен бір кәсіпкердің құқығын қорғау деп ойлаймын. Соларды лоббировать ету, себебі бұл жерде мынау жүрек дедіңіздер ма, жаңағы жүрек орталығы жеке меншікке өтіп кетуінің өзі қазір шыны керек. Кардио орталықтың өзі бұның өзін тексеру керек екен. Неге ол облыс балансында бола отырып жеке адамның қолына өтіп кеткен? Бізде көптеген дүниелер осылай Түркістан мен Шымкент бөлінген кезде көптеген орталықтар, көптеген білім ғимараттары осылай жеке адамдардың қолдарына өтіп кетті. Антикор көргісі келгендер көрді, көргісі келмегендер көрмей қалды. Жалпы жеке адамдарды лоббировать етіп жұмыс істеуді құзырлы органдар тоқтату керек деген ойдамын. Енді мен тағы осы жерде бір қосып кеткім келіп отыр. Осындай істермен мен енді біраз айналысқам. Осы жер инспекциясының ережесіне қарасақ, оларда мынау жер кодексіне сәйкес олардың тек қана мынау жергілікті атқару органдарының шешіміне
олар жаңағыда айтып кетті ғой, жаңағы мониторинг жасап оларды қадағалап отыр. Демек оларға күнделікті ол мәлімет беріледі, кімге қандай жер тапсырылды, соны бұлар көргеннен кейін дереу олар заңсыз әрекет орын алған болса шара қолдану керек. Жаңағыда 20 жылдап 10 жылдап күтпеу керек та. Бұл бойынша енді бұлар баяғыда 100 жыл бұрын беріліп кеткен жер, мысалы атамыздан қалған жерді бұлар қазір тексереді да, бір жері қате кемшілік болса, демек сол жерді де беріп, соны тартып алуға болады, демек сондай сөз. Сонымен олардың ережесіне сәйкес, олардың ережесіне жазылған шешімдерді даулыға құқы берілген. Алайда осыған қарамастан олар екі басқа да бірнеше тұлғаларының арасындағы мәмілелер, жаңағы сатып алу келісім шарттарды бұлар сотқа беріп, соларды соттар жарамсыз деп танып отыр. Алайда біз оны қанша соттардың назарына салдық, жоғары сотқа да жаздық, олардың ережесіне сәйкес ондай құзыреттері жоқ. Тек қана шешімдерді, бұлар заңсыз шешімдерді сотқа беріп, жарамсыз деп тануға сондай құқық берілген. Ал мәмілелерді ондай құқық берілмеген. Соған қарамастан барлық қазір осындай жер инспекцияның арыздарын соттар қанағаттандырып жатыр, мәмілелерді бұзып жатыр. Осыған да мен назар аудартқым келеді. Жалпы жерге қатысты үлкен Шымкент қаласында үлкен даулардың бірі мынау этноауылға қатысты алынған жерлер бар. Қазір көп қой жерлердің іс-әрекеттер, қызыл сызықта қандай үлкен ғимараттар салынып қойған. Егер жер инспекциясы жұмыс істегісі келсе, мынау жолдың бойында жер қызыл сызыққа салынып кеткен жерлерді тазалавасың, бірінші Шымкент қаласында кафелерді салып тастаған, тротуармен келе жатасың, кафелерге соғысасың. Мысалы, тазаласа соларды тазалавасың жер инспекциясы, ақыры жұмыс істегіш екен. Неге осылар жұмыс істемейді солай? Бұл жерде бір қызығушылық бары анық та. Бір жеке бір адамның мүддесін қорғап отқан сияқты бұл жерде. Сол себепті дәл бас прокуратураның да наразылық білдіруі күдік тудырады екен. Әшейінде мысалы үлкен істерде бас прокуратураға наразылық беріңіз деп айтсаң, сен мүгедек болсаң, немесе басқа бір өзіңнің құқығыңды қорғай алмасаң, біз наразылық білдіреміз деп жауап береді, да? Жай ғана. Ал үлкен бір жүрек орталығының жаңағы атынан наразылық білдіруі қанша сот қолдамай тұрса да, бұл енді күдік тудыратын дүние екен. Антикорға шағым жаздыңыз ба? Жоқ. Енді шығамыз, уже у нас все, мы уже настроены, нет уже назад пути нет дегендей. Енді нам нужно уже во все инстанции. Антикорға жазыңыздар. Бұл жерде бір сыбайластық болып тұрған сияқты, жер инспекциясының және жүрек орталығының, және бұл жүрек орталығында қалай облыс балансынан жеке адамның қолына өткеніне тергеп тексеру жайлы шағым түсіріңіздер. Бұны да зерттеу керек антикор қызметкерлері. Почему на сегодняшний день земельная инспекция имеет неограниченные какие-то права? Они, значит, под лозунгом того, что жена Казахстан, и что они вот... Заңсыздықтар істеп жатыр ма? Да, они, то есть, перевернули вообще вот изначально вот как на что было ориентирована программа. Они ее просто повернули против простых предпринимателей. Вот я, женщина-предприниматель, например, сама поднимала бизнес и так далее. Мне никто не помогал, ни у кого помощи не просила. Все я делала сама, своими руками. Теперь просто может кто-то прийти извне и вот так легко вот это все перечеркнуть. Мы же все-таки в правовом государстве живем. Әрине. Енді бұның алдағы уақытта антикор қызметкерлері өзінің бағасын беру керек деп ойлаймын. Себебі шынында да неге кішкентай ғана соттық жерді көріп қалып, тіпті бас прокуратураға дейін наразылыққа беріп осылай шағымданып жатқан біздің Шымкент қаласында енді үлкен жерлердің қазір дауы бітпей тұрғанда, мысалы жер инспекциясы ұйықтап отыр. Мысалы біз қайта жер инспекциясын тектеп жатырмыз, жауап бер деп жатырмыз, бірақ жер инспекциясы осындай кезде өзінің құзыретін көрсетіп жатқан жоқ та. Ал сізге келгенде, кішкентай ғана кәсіпкерге келгенде, жер инспекциясы өздерінің құзыретін көрсетуі, айтып отырмын, бұл біреудің мүддесін қолдау болып тұрған сияқты. Сізге айтайын, енді мен практикада көріп жүрмін күніге. Антикор мынау соттың шешімі шықса болды, араласпаймыз дейді. Біз соттың шешіміне кірісе алмаймыз, жоғары сотқа барып бұздырыңыздар, сосын барып біз тексереміз. Әйтпесе соттың шешімдеріне біз
Бұл жерде қылмыстық процесстік кодексте екі баптар бір-біріне қайшы келеді. Біреу айтады, соттың шешімі шыққанның өзінде де ол сол тұлғалардың іс-әрекетін, қылмысы бар жоғын тексеруге кедергі болмайды дейді соттың шешімі. Ал енді басқа бап бар, 179 бап. Ол жерде көрсетіледі, егер де мына соттың шешімімен мәмілелер бұзылмаса, онда ол туралы арыз тіпті тіркеуге қабылданбайды. Ал сонда мен айтам, біреу барып зорлап, қорқытып, бір дүниесін нотариуске барып жаздырбаса, келісімшартқа қол қойдырбаса, ертең күні екінші адам барып, мені қорқытты ғой, мынаны бұзыңдар сотқа деп барып, сотта ешқандай дәлел келтіремаса, ары қарай ешкім құқық қорғау органдары оны қарамайды. Тіпті оның арызын тіркеуге болмайды деп 179 бап қылмыстық процесстік кодексте сөйтіп көрсеткен. Ал енді айтып отырмын, оның алдында 126 бап, ол жерде айтып отыр, қандай да бір сот шешімі болса, ол міндетті анау органға, және де ол адамның іс-әрекетінде құрамының белгісі бар ма, жоқ па, оны тексеруге кедергі болмайды дейді. Жарайды, біз соттың шешімі шыққаннан кейін сол бапты басшылыққа алып арыз жазамыз. Артынша 179 баппен бұлар бізге жауап береді. Біз тіркеуге аламаймыз. Дәулет мырза, біз кеше осы жемқорлыққа қарсы агенттігіне Ақтау қаласында осы мәселені көтердік. Көптеген мәселе жемқорлық сыбайластық қайдан пайда болады дегенде. Әкімдіктегілер, үкіметтегілер, мына жоғарыда отырғандар заңды өздеріне жасап алған. Яғни өздері алаяқтық, заңсыздық іс-әрекеттерді жасай береді, ал заң оларға келген кезде әлсіз қойғанда, қарапайым халыққа келген кезде заң күшіне ене бастайды. Міне қарайшы, тіпті мынау шығарған жерге қатысты құжаттардың барлығын, бұлардың бәрі жай ғана адам өзі барып бір жерден алып жатқан жоқ қой, оның барлығын әкімдіктен істеп алып шығып жатыр. Істеп беріп жатқан адамдардың барлығы кәдімгі мемлекеттік заңды тұлғалар, мемлекеттік қызметкерлер. Яғни солардың жасап жатқан дүниелерінде соңында қарапайым халық зардап шегіп жүр, сотпен соттасып, бір-бірінен сатып алып жүрген. Ал соны бәліш құсап сатқандар, ешқайсысы қанша күннен кейін, қанша жылдан кейін арыз жазса да шара көрілмейді оларға. Өйткені заң жоқ. Дәулет аға, мен сізге сұрақ қояйыншы, мысалы мына жердің құжатының барлығы заңды ғой. Сол кезде, мысалы банкке де қабылдайтын кезде, мына аптеканың, ғимараттың барлығын құжатын банк сұрайды, оған оценка береді, оценщикте оның барлығын көтереді, ол жаңағы сонында тіркеледі. Соның барлығынан өтті ма? Өтті. Яғни оның барлығы заңсыз болса өткізбес еді ғой? Өткізбес еді, иә. Заңды болғаннан кейін өткізді ғой, дұрыс па? Әрине, иә, әрине. Онда солардың бәрі өткізіп, тіпті кредит берген барлығын шақырып, неге солардың барлығына шара көрмейді сот? Сот енді заң бойынша талапты сол талап шеңберінде қарайды. Ол жерде жер инспекциясы тек қана мынау мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы талаппен жүгінген сотқа. Ал сот енді одан шегіне шығады. Бұл жерде кәсіпкер зардап шегіп отыр ғой. Яғни соттың ұйғарымымен қазір кәсіпкер зардап шегіп отыр, дұрыс па? Онда анау қаулы шығарып берген әкім қандай, Жұмшаев па? Сол кісіден бастап, мынау қаулыны шығарған, ғимаратты көтерген, сол кісілердің бәрін қылмыстық жазаға тарту керек деп, онда бұл кісі арыз түсірсін онда? Ол азаматтық процесстік кодексте ондай шара қолдану көзделген. Ол жерде көрсетілген, сот істі қарау барысында мынау заң бұзушылыққа жол берілген анықталса, ол туралы жеке ұйғарым шығарып, оны прокуратураға жолдау қажет. Алайда бұл іс бойынша сондай сот өздері анықтаса да заң бұзушылықтарды, ондай жеке ұйғарым қабылдамады. Оны тіпті енді мынау жергілікті соттар оны қабылдамады, себебі талап арызды қанағаттандырусыз қалдырды ғой. Демек ол заң бұзушыларды анықтамады. Ал енді жоғары сот бұл істі қайда қарап, сондай заң бұзушылықтарға жол берілген анықтаса да, жаңағыдай жеке шағым шығарылмаған. Бұл жерде жай ғана бір жеке кәсіпкерді әбігерге салу, шаршату, тоздыру, жаңағы мемлекетке деген
жаңа президентке, билікке деген наразылығын көтеруді ғана деп ойлаймын. Себебі 22 жыл бұрын сатылып кеткен жердің құжатын жер инспекциясы жай ғана, мен түсінем, егер қызыл сызықта болса, мен түсінем, егер де бір үлкен бір жерді алып отырса, мемлекет мұқтаждығындағы, солай жер инспекциясы бас прокуратураға қайта-қайта жазып, наразылық білдіріп, мына жер мемлекеттікі деп жаңағыдай тоқтамай шағым келтіруге болатын еді. Алайда енді мына қаншама Шымкенттегі жер мәселелерін көріп отырып, кішкентай ғана жерге тиісу деген енді меніңше. Айгуль ханым, смотрите, это же не пахотные земли, не сельскохозяйственные, не национальный парк какой-то заповедный, не парки городские какие-то и так далее. Это 2 сотки земли, которые стоят, да, на территории бывшего кардиоцентра. Но это же все было легитимно же, это же все было законом отчуждено. А я добросовестный приобретатель, добросовестный предприниматель, который плачу налоги, который даю работу. Извините, и они, значит, через 20 лет приходят ко мне, нате вам, пожалуйста. Вы, оказывается, я не могла знать, не знала и не могла знать, что было 20 лет назад. Дұрыс қой енді. Камила ханым, көз алдында тұрған мына ипподромның жерін алсыншы. Жер инспекциясы мен бас прокуратура. Айналып кетейін. Мін тұрғы ол деген біздің жасыл аймақ еді ғой. Ол жер мүлдем үй салуға келмейтін аймақ. Ол жер деген саябақ тұғын негіз. Жан-жағының бәрі, ағаштардың бәрін опырып құртты мысалы. Оны алатын болса сол жерді алмай ма? Бұл деген айтып отырмын, бұл жерде біреудің жеке мүддесін қорғап отыр, бұл жерде жер инспекциясы. Сол себептен мына қазір одни вопросы, ответов нет. Камила әпке, сіздің орталығыңыз жалпы немен айналысады? Наш вот медицинский центр «Здоровое сердце», Саужрек, у нас 2 названия, социально значимый объект. Мы оказываем помощь населению по исключительно кардиологическому профилю. У нас это уникальный объект. У нас нету в городе медицинских центров только кардиологического профиля. Ну, есть, их по пальцам одной руки можно просто пересчитать, на пальцах одной руки. И, кроме того, мы обслуживаем население по ОСМС, по системе медицинского страхования, по системе ГОБМП. У нас коллектив остепененный, профессорско-преподавательский состав работает в нашем, то есть высоко специализированный, то есть квалифицированную помощь мы оказываем населению. Да. Ну, мы собрали такой цвет. Енді академиядан келсеңіз әрине жинайсыз ондай. Таких вот специалистов, потому что на сегодняшний день вообще болезни сердца, они во всем мире на первом месте стоят. И пациентов очень много, пациенты очень тяжелые, глубокая инвалидизация идет. И мы выбрали это направление для своей деятельности. Керемет, шыны керек. Мен осы уақытқа дейін білген жоқ едім, мен барып көрсем де болады екен, барып көріп қайтайын. Обязательно приходите, всех приглашаем на обследование. Кроме того, наш медицинский центр, мы обучаем врачей эхокардиографии, УЗИ сердца. Мы обучаем на нашей базе, они приходят как мастер-классы получают у нас. И УЗИ сердца, и просто как вот тяжелых пациентов вести. Мы даем мастер-классы. Тіпті студенттерді үйретемін деп тұрсыз ғой сол жерде. Молодых врачей, не студентов. Это молодые врачи, которые хотят для себя прийти, обучиться, посмотреть на месте, как пациента вести. Потому что мы в своей работе используем самые последние рекомендации, самые последние достижения науки, все самое новое, что есть на сегодняшний день в кардиологии. Приглашаем специалистов других. Вот у нас был... Яғни жас мамандардың барлығын өздеріңізде үйретіп, және тәжірибе алмауымыз ғой, тәжірибе бөлісесіздер ғой, сондай. Мы хотим эти знания ассимилировать на всю медицинскую общественность, кто заинтересован. У нас наши двери открыты, мы всем открыты. Приходите, смотрите, обучайтесь. Мы только приветствуем это. И врачи сами знают, нас находят, приходят к нам. Камила ханым, енді жүрегі ауыратын судьяларды, соттарды қарамаңыз мақма. Қараңыз, сізге осындай шешім шығарып беріп тұр ғой. Для нас все равны, они тоже... Енді сіздің жүрегіңізді ауыртып отыр ғой, қазір көрдіңіз бе, банкроттыққа ұшыратып отыр. Сіздерге де енді судьялар келетін болса,
сізде жүрегін ауыртып жіберіңіз судьялар. Мы давали клятву Гиппократа, у нас мы ее не можем нарушать. Жоқ, солай судьяларды да осылай қорқытып қоймасаң, ертең осылай шешім шығара беретін болсаңдар, ақ халаттылардың алдына сіздер де келесіздер. Сол үшін абайлап шешім шығару керек. Ну, никто ни от чего не застрахован. Да, никто не застрахован. Президентке үндеу айтыңыз, өз құқығыңызды қорғаңыз, кәсіпкер ретінде бұл жерде отырмаңыз, бас прокуратураға барыңыз, президент әкімшілігіне барыңыз, сіздің құқығыңыздың тапталып жатқан, соттар тарапынан осылай тапталып жатқан, бас прокуратураның кәсіпкерге көмектеспей жатқан барып ашық айтыңыз барып. Обязательно. Это мой бизнес, я его не дам в обиду. Я его сама создавала, я его сама строила. Это социально значимый объект. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, я, Ахмадзиева Камила Ерликовна, напрямую обращаюсь к вам с просьбой защитить меня и мой бизнес, и всю мою семью от нападков госорганов, в частности, прокуратуры, земельной инспекции, судов, которые напрямую нарушают мои права самым варварским способом и отнимают у меня рейдерством мой бизнес. Я как основатель социально значимого бизнеса, как женщина, просто умоляю вас о помощи. Біздің жүйе бағдарламасына келіп осылай сұхбат бергендеріңізге рахмет. Жүйедегі болып жатқан заңсыздықтар мен сыбайластықтарды, осындай қателіктерді өздеріңіз сияқты азаматтар ашып көрсету керек. Біз айтамыз, жаңа Қазақстан құру керек деп. Жаңа Қазақстанды жүйедегі сыбайластықты, жемқорлықты біз ашық көрсету арқылы құра аламыз. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Тағы да сәттілік тілеймін. Соттан жеңіп шығыңыздар, құзырлы органдар қолдайды деген үміттемін. Сәттілік болсын сіздерге. Құрметті қазақ елі, күрмеуі шешілмеген мәселелеріңіз болса, біздің жүйе бағдарламасына келіп, ашық үстел үстінде талқылауға шақырамын.